Саламатсыз ба, мен дәрігер врачпын. Мен сізді қазір жедел альпинистің дағдысын жүргіземін. Бірінші алдымен науқастың өмірге қажетті жүйелермен мүшелерді анықтаймыз. Тыныс алу, есін анықтаймыз, ес тыныс алу және қан айналымын тексереміз. Одан кейін тері қабат, кілегей қабаттың тілін шығарып сұраймыз. Тілді қозғалған. Одан кейін тыныс алу ішкі бұлшықеттермен көге жүреді. Одан кейін жүрек сыйымдылық жер болу. Пульс 82 рет. Одан кейін іш қуысына пальпация жасаймыз. Оң жақ мұрын аймағына ауырсыну бар. Соған байланысты біз альпинистің күдіктері 5 симптом арқылы анықтаймыз. Когер Волкович, ол кезде науқастан сұраймыз. Пальпация жасаған кезде сұраймыз. Ауырсыну бар ма? Оң жақ мұрын аймағына ауырсыну бар. Одан кейін келесі симптом Бартоломей Михайлсон. Ол кезде науқастан сол қырмен жатып сұрамыз. Оң жақ мұрын аймағына пальпация жасаған кезде науқасқа ауырсыну бар ма? Ауырсыну бар. Шалқасын жатамыз. Бартоломей Михайлсон. Науқасты абразов симптом. 4 саусақпен басып тұрып, науқасты сол оң аяқты көтеріп сұранамыз. Сол кезде ауырсыну қатты күшейеді. Төмен түсіреміз. Ауырсыну басылады. Одан кейін Ситковский науқасты сол жаққа көтеріп сұранамыз. Ауырсыну оң жақтан сол жаққа салбырап ауырсынған сияқты болып тұрады. Бар ма ауырсыну? Жақсы қалған көреміз. Одан кейін шөкпен білем симптом. Ол кезде 4 саусақпен науқастың оң жақ мұрын аймағын тереңге басып тұрып тартып қалып, сол кезде ауырсыну бар ма? Соған байланысты реттелген симптомдар сұраймыз. Су болды ма? Іштің өтуі болды ма азығы? Бас температура болды ма? Соған байланысты науқас жедел жәрдем арқылы стационарға